Қытайдағы қазақтардың басына тағы бір сойқан нәубет келді. Карантинді сылтауратып, Қытайдағы қазақтарды жаппай қамап жатыр. Бұдан ілгері оларды өз үйлерінде қамаған болса, қабат үйлерде тұратындардың кіреберістерін, дәліздерін сваркілеп, дәнекерлеп, жауып тастаған болса, өз үйлерін сыртынан құлыптап, бекітіп, жауып тастап, аштан өлтіріп қинаған болса, енді жаппай тұтқындап, ауыл-ауылдағы қазақтарды аудан орталықтарына, қалашық орталықтарына апарып, Қытай билігі аяқ астынан салған бір өзіне 1000 адам, 3000 адам, 5000 адам қамайтын алып, бейне астық қамбасы сияқты үлкен орталықтарға қамап жатыр. Енді орын жетпегендерін 100 адам, 200 адам, 500 адамдық үлкен ғимараттардың ішіне қамап жатыр. Тіпті біздің қолымызға жеткен видеоларда әуелі үкіметтік ғимараттардың әжетханаларының ішіне дейін адамдарды көрпе төсеп жатқызып тастаған. Төбелерінде ар жағында еркектердің әжетханасы екендігі білініп тұр. Анау әжетханада болатын заттардың барлығы тұр. Ал жерде адамдар төсек салып, сол жерге мәжбүрлеп, тіз қатарғып, әскери формада жатқызып тастаған. Бұл туралы бізге жеткен қазіргі видеолардың ұзынлығы 100-ден асады. Сондықтан осындай сұмдықты көре отыра, дәл қазір Қытайдағы қазақтардың мәселесіне үнсіз қарап отыру, оларды қараптан қарап отырып, өлімге итерумен бірдей. Біз кем дегенде дабыл қағып, халықаралық қауымдастықтың назарын аударуға тиіспіз. Ол үшін әрбір қазақ, әрбір ол жақта туысы бар қазақ және туысы жоқ қазақ атаулы дүрк көтеріліп, өзі тұрған жердегі әкімшіліктің алдында, Алматы, Астанадағы Қытайдың елшіліктері мен консулдықтарының алдында, Қытайдың ұлттық компанияларының алдында, Қытай банктерінің алдында, Қытай компанияларының алдында ереуіл өткізу керек. Ал ереуіл өткізуден қорқатындары Қазақстанның құзырлы мекемелеріне ереуіл өткізуге өтініш тапсыру керек, және ол өтініш тапсырған барысын тұтасымен видеода тікелей эфирде жариялау керек, және Азаттық сияқты шетелдік медиаларды шақырып, осындай оқиғалардың болып жатқандығын күні бұрын ақпарат беріп хабарлап отыру керек. Әрине билік ереуілге рұқсат бермейді, бірақ ереуілге өтініш жазып, соны ақпаратқа жариялаудың өзі осы оқиғаны халықараға жеткізеді деген сөз. Ал ертең билік бәлен күннен кейін ереуілге рұқсат бермегені Тоқаев билігінің Қытайшыл екендігін халықараға дәлелдейтін екінші орай болады. Ал ереуілге аяқ астынан жаңылысып рұқсат беріп қойса, онда дүниені дүрсіл күлдіретін ереуілді өткізіп жібереміз, ол тіптен пайдалы. Яғни осындай сұмдық геноцид жүріп жатқан жағдайда, осыны қайткен жағдайда халықаралық медиаға жеткізу, халықаралық қауымдастықтың назарын аудару, оның тәсілі өте көп. Сондықтан мен жалпы Қытайдағы 5 миллион қазақтың тағдырын алаңдайтын барлық қазақтан өздеріңіздің фантазияларыңызбен неше түрлі тәсілдерді ойлап тауып, видео үндеулер тастап, әлгіндегі айтқан тәсілдерді де қолдана отырып, осы тақырыпты барынша әлеуметтік желіде және халықаралық ақпаратта көтерулеріңізді өтінемін. Себебі Қытай билігі, егер біз үнсіз қалсақ, ол жердегі 5 миллион қазақты сойып, бауыр бүйрегін сатып, ең соңында ішегінен музыкалы аспаптардың ішегін жасап, сүйектері менен басқа да мүшелерінен ең арзан бағадағы тауарларды өндіріп жібереді. Бейне 2-ші дүниежүзілік соғыста герман фашистері 6 миллион еврейді өлтіріп, сүйегінен өртеп сабын жасаған сияқты небір сұмдықтарды Қытай істегелі отыр. Үнсіз қалма қазағым. Үнсіз қалсаң, қарап отырып 5 миллион қазақтан айырыламыз. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.